Сәлем достар, бүгін біз аяқ ісінуі және оның үй жағдайда қалай емдейміз, не істесек болады деген сұраққа жауап аламыз. Жалпы аяқ ісінуі көп жағдайда тіндер мен бұлшық еттерде сұйықтық жиналып қалған кезде байқалады. Егер ісік қайтпаса, не оны емдемесе, ол асқынып, тіпті жүруге кедергілер туындатуы әбден мүмкін. Бұл сонымен қатар қан айналымының төмендеуіне әкеп соқтырады. Достар, сіздер арнаға тіркелуді ұмытпай, подписаться батырмасын баса кетіңіздер. Жалпы аяқтың ісіну проблемасы кез келген жаста болуы мүмкін, алайда көбінесе бұл ересектерде ұшырасып жатады. Егде адамдарда қан-тамыр жүйесінің және аяқ бұлшық еттерінің бұзылуынан, сонымен қатар сусамырға шалдығуынан аяқтың ісінуі байқалады. Бұл проблема спортшыларға, аяққа тұрып көп жұмыс істейтін адамдарда бар. Енді аяқтың ісіну себептеріне келетін болсақ, аяқтың ісіну мәселесіне әсер ететін бір қатар себептер де бар. Олардың ішіндегілері ең алғашқысы жарақат немесе қандай да бір сүйектің сынуы не жарылуы, артық салмақ, кәрілік, жүктілік, көп мөлшерде тұз немесе алкоголь тұтыну, бір қалыпта ұзақ уақыт бойы отыру немесе тұру, дәрілер, соның ішінде сусамырға байланысты дәрілер, эстрогендер, жүктіліктен сақтайтын таблеткалар, ілеспелі аурулар, аяқтың ісінуі, жүректің, бүйректің ауруымен қатар бауыр жеткіліксіздігінен де тууы мүмкін. Егер сізді тұрақты түрдегі аяқтың ісінуі мазаласа, болмаса дене қызуыңыздың көтерілуі, жүкті болсаңыз, немесе іскен жерлері қызыл және жылы болып тұрса, міндетті түрде дәрігерге қаралғаныңыз абзал болып табылады. Жалпы аяқтың ісінгенін болдырмас үшін өкшесі жоқ дұрыс аяқ киім таңдаңыз. Өкшесіз аяқ киім қан айналымды қалыпты түрде ұстап, нәтижесінде күні бойы сізді аяқтың ісінуі мазаламайтын болады. Жиі серуендеңіз. Мамандардың айтуы бойынша, серуен қан айналымды жақсартады және де бұлшық етінің қатайтады. Аяқтың ісінуін қайтаратын халықтық ем-домдар. Зығыр дәні тұнбасы, яғни зығыр дәні аяқтың ісінгеніне жақсы көмектеседі. Ол үшін мынандай тұнба әзірлеген дұрыс. 2 ас қасық дәнге 1 литр ыстық су құйыңыз. Бұл қоспаны бір қайнатып алып, шамамен 20 минуттай суытып сүзіңіз. Тұнбаны әр 2 сағат сайын жарты стақаннан ішеді. Ем қабылдау ұзақтығы 14 күн, яғни 2 апта. Қолданып көрсеңіз болады. Халықтық ем дәрілер деп атайды. Келесі теңіз тұзы қосылған ванна, яғни аяқтағы ісіктен арылу үшін теңіз тұзы қосылған ванна жақсы көмектеседі. Бұл үшін бөлме температурасындағы 3 литр суды алып, 1 ас қасық теңіз тұзын салып, аяғыңызды ваннаға 15 минутқа саласыз. Аптасына кемі 3 рет орындаған жөн болып табылады. Жалпы осымен тақырып аяқталды достар. Сіздер арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар, яғни подписаться батырмасын басыңыз.